Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Faslun fit taharra. Oylanu babı. Law ihtalata avanin. Егер bir neçe ыдыс болса, aksaruha tahirun. Onun көбінде таза су болса, яғни пәк су болса, мысалы 5 ыдыс болса, оның 3 ыдысында 3 шелегі таза, 2-інде нәжіс су болса, енді бірақ ол білмейді қайсында таза бар екен. Тахарра литтаваллуи ва шурби. Ол ойланады. Ойланып, өз ойымен таза суды табады. Ол тапқаннан кейін оған дәрет те ала алады, онымен суды ішіп те біле алады. Бұл мәселеде бұл сумен ғұсылды қиынуға болады. Қашан ол шелектер көбі таза болса, егер бірдей болса, яғни 2 шелек нәжас, 2 шелек таза су болатын болса, қайсы таза екенін білмейтін болса, ондай жағдайда ләаннаху ятаяммам инда тасауи. Ол кезде ешқайсысын қолданбайды. Ол кезде таяммум соғады. Ол тек қана таза су көп жағдайда ол ойланып таза суды табуға мүмкіншілігі бар. Бірақ сонда да имам Тахауи айтады, вал афдалу юмзижуха дейді. Тазасы дейді, ол судан бір-бірін араластырып, оны мал жануарға іштірген дұрысырақ дейді. Бірақ амматул ғулама, көп ғуламалар айтады, ау юригуха, ол сударды төксін, фатаяммаму, таяммум жасаған дұрыс дейді. Лифагдил мутахар, егер суды төксе дейді, ол кезде су болмай қалады, су болмаса да таяммум соқса болады деп айтады. Бұл мәселе. Тағы бір мәселе, ва ин вujida саласата риджалин дейді. 3 кісі бар дейді, су таба алмай жүр дейді. Саласа аванин дейді, 3 ыдысты табады дейді. Оның бірі нәжас дейді. Ахадиха нәжаsun дейді. 3 ыдыс, 3 адам бар. Оның бірі нәжас. Қайсы нәжас екен білмейді олар. Ва тахарра кулли инаин, әрқайсы ойланады дейді. Ойланады, сол суды әр адам ойланған суы өзіне таза дейді. Жазат салатухум ухтанан. Бірақ олар жеке-жеке намаз оқиды дейді, сол дәретпен дейді. Себебі мынау өзіне таза, бірақ екі қалған судың біреу нәжас болғасын, қайсысы имам болса, ол нәжас сумен имам болды деп, оған имамдыққа шығуға рұқсат емес дейді. Ла ясиху иқтидаихим баъдухум бибаъд дейді. Бір-біріне ұюға болмайды, себебі менің суым таза, аналардың суы нәжас деген ойда болады дейді. Онда олар әрқайсы жеке-жеке ойланып, сол сумен жеке намаз оқса болады. Жаңағы тахаррамен ойланып тапқан суды да ішсе болады деп айтады. Бұл таза судың көп жағдайында. Енді егер 2 шелек, 2 ыдыс су болса, біреуі таза, біреуі нәжас болса, ол адам ойланбай 2 сумен де бірдей дәрет алса, васалла сахат дейді. Ол намазы дұрыс болады дейді. Себебі ләанна тағдими тахир музилу лил хадас. Егер бірінші таза сумен дәрет алған болса, ол да рұқсат. Вақад тандису бисани, екіншісі алған суы нәжас болса, шариғатта не қыл дейді? Ва фағилу мутахир юсалли ма'ан нәжасат дейді. Себебі екінші суы бірінші таза болып, екінші нәжас болса, енді басқасы тазартатын су. Шариғат айтады, онда нәжас болса да дейді, енді басқа жол жоқ дейді. Сол нәжас күйімен де намаз оқса, шариғат рұқсат береді деп айтады. Су жоқ жағдайда. Бұл бір мәселе. Егер таяммум соқса да болады, ойланбай. Себебі жаңа айттық ғой, егер 2 су бірдей болса, ол кезде таяммум соқса болады деп айттық. Егер нәжас су көп болса, ондай жағдайда уайин кана аксаруха нәжисан ла ятахарра илля лишурб. Дәрет үшін тахарра қылмайды ол. Ол сумен суды не істейді? Жаңа уламалардың айтқандай, имам Тахауи рахималлах айтады, юмзижуха лиясқият даваб дейді. Мал жануарлар ішсін деп, ол суларды араластырып жануарға берсін дейді. Имам Тахауи айтады. Басқа амматул машайх айтады, төксін дейді ол суды дейді. Ол төгіп, ол жаңа таяммум жасай берсін дейді, егер нәжас көп болса дейді. Бірақ ішу үшін таяммум нәжас көп болса да, мысалы 3 ыдыс нәжас, 2 таза болса, ішу үшін тахарра жасаса болады деп айтады. Бұл су мәселе. Енді киім мәселеге келетін болсақ,
3 kiyim болса, екеуі нәжас, біреу таза болса, ғұламалар айтады, киімге нәжас көп болса да, таза аз болса да, ойлану тахарраға рұқсат береді. Себебі су болмаған жағдайда таяммум соғуға болады. Бірақ киім жоқ жағдайда ол жалаңаш намаз оқуға бар кезде жалаңаш намаз оқуға болмайды. Шариғат айтады, нәжас киім болса да дейді, сол киіммен намаз оқу жалаңаш оқудан абзал деп айтады. Онда وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا дейді. Нәжасы көп болса да, ол киім мәселесінде тахарра ойланып, сол киіммен намаз оқыса болады деп айтады. Енді бір мәселе, егер сол су немесе киімді дейді, бірінші намазға дейді ойланды дейді, мынау таза екен деп дейді, сонымен намаз оқы дейді. Келесі намазда дейді, ойы, мен оқыған киімім, дәрет алған суым таза емес екен, мына су таза екен десе дейді, ол иштихаты жүрмейді дейді. Себебі бұл қыбла емес дейді, қыблаға дейді. Қыбла егер иштихатың дұрыс болса, иштихатыңды өзгерте бересің қыбланың орнын дейді. Бірақ көйлекте, киімде, суда олай болмайды дейді. Онында иштихат жүрмейді дейді. Киім мәселеде немесе себебі қыбла дейді, әмрун шар'i, нәжасат әмрун хисси дейді. Бұл сезім мәселе дейді. Оны өзгертуге болмайды деп айтады. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.